Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Америка құрама штаттары Лос-Анджелес қаласынан қарапайым қазақтың баласы Жасұлан әдеттегідей. Арнаға жаңадан келіп жатқан болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, және де пікір, лайк барлығын қалдыруды да ұмытпағайсыздар. Бүгін біз Америкада, нақтырақ айтсақ, Лос-Анджелес қаласында ашылған қазақтардың орталығына келдік. Бұл үлкен жаңалық, былайша айтқанда, сондықтан да сіздермен бөлісуге асығып тұрмын. Жүріңіздер, бірге көреміз. Қазір мені бұл жақта Мадияр Ашкеев күтіп алу керек. О, Мәке, ассалаумағалейкум. Қалайсың ба? Қалай жағдай? Аман шүкір. Жалпы орталықпен бүгін бізді таныстыратын бүгін Мадияр Ашкеевті білесіздер деп ойлаймын. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қалай, Мәке? Жалпы орталықтың тыныс-тіршілігімен бүгін танысайық. Не болып жатыр мұнда? Мұнда қазір бірінші би сабағы өтіп жатыр. Би сабағынан кейін, одан соң қазір жаңа домбыра болып жатыр. Одан кейін өзім жақта күрес. Енді бокста болсақ та, спортта екеуміз бар. Бокстан бөлек тағы да күресті де үйретеміз. Бала өз-өзін қорғау деген сияқты. Енді бізде қазақпыз ғой, сондай тәрбиеде өстік. Өзін-өзі қорғау, отбасын, әке-шешесін қорғау сияқты спорттық түрлерін тағы да басқа да күрестерді үйретеміз. Боксты және де басқа спорттарды өзім үйретемін. Ал үстінде қазір домбыра болып жатыр, көрсетейін. Және де одан бөлек бұл жерде бізге ең маңыздысы қазақ тілі. Осы Америкада жүрген қазақ бауырларымыздың қазақ тілі құлдырап кетпесін, өзіміз қазақ болғаннан кейін өзіміздің тілімізді жоғалтпайын деп, қазақ тілі сабағы ең басты түпкі мақсатымыз сол қазақ тілін жоғалтпау. Ауызбіршілікте Америкада жүрген қазақтарды ауызбіршілікке шақыру. Үстіме таныстырып жіберейін, домбыра сабағы болып жатыр, одан бөлек қысқаша танысып шығайық орталықтың. Және де өзіміздің осындағы барлық оқытушыларымыз да жүр, мұғалімдер, және де басшымыз да жүр, соны таныстыра кетейін жүр. Рашатка, біздің Раушан Мұхтар деген өзіміздің осы қазақтар жалпы Қазақстан көреді, жалпы осы Лос-Анджелес, Америкада қазақтар көреді менің арнамды. Сондықтан да барлық қазақтарға қуанышты жаңалық деп ойлаймын енді. Орталық жайлы, орталық қандай қызмет атқарады, қандай мақсатта ашылды, соған байланысты өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Орталық ашылған бізде сол қазақ тілі, қазақ билерді үйретіп жатырмыз. Бокс Мадияр үйретіп жатыр, домбыра сабағын беріп жатырмыз. Осы ниетіміз осы жерде Лос-Анджелестегі қазақтардың бәрін басын бір жасау, бәріміз жиындарымызды бірге өткізсек, бәріміз басымыз бір қосылса, осы балдарымыз қазақшылықты ұмытпаса, қазақ екенін ұмытпаса, сол ниетпен ашылған осы центр. Керемет. Көп рахмет. Онда орталықтың ішіне кіріп шығайық тағы да. Аха деген мұғаліміміз қазақ тіл сабағынан береді. Керемет. Қазақ тіл сабағынан өзіңіз бір ауыз пікіріңізді қазақ орталығы туралы. Жалпы қалай Америкадағы қазақтарға қазақ тілін үйрету қиын ба, оңай ма? Қиын болады әрине. Өйткені жаңа балдар мектепте тұрмыста басқа тіл қолданады, ағылшынша, кейбіреулер орысша сөйлеп жатады. Ал енді оларға аптасына бір рет қана қазақша сөйлейтін орай. Жаңағы Раушан әпкенің мақсаты сол, жаңағы қазақтар басы қосылғанда бір-бірімен қазақша сөйлесе екен. Жаңа басқа жерде көрмей жүрген қазақ өзіміз дәстүріміз басымыз қосылғанда сол дәстүрімізді жалғастырсақ екен, бірге тойласақ, той болса, қызықты күндерде бас қоссақ деп соны армандап. Және осы балдарға орай жаратып отыр. Үлкен рахмет әпкемізге. Менің де кішкентай қызым бар, келе беріп көрсінші. Былайша айтқанда бұл тек қана салт дәстүрді сақтап қана қоймай, қазақтардың ынтымақтығы. Онда ішке кіріп шығайық? Қарлығаш, өзім келіншегім қазақ тіл сабағынан береді. Сәлеметсіздер ме? Тағы да қазақ тілінен. Екі мұғалім ба? Өйткені енді қазақтағы ғой, өзге тілін бәрін біледі, өз тілінде құрметтеген сияқты, өз тілімізді, ана тілімізді ұмытпайын деп, осы ана тілді бір емес, екі, үш, одан ары тағы да үлкейтіп, Раушан әпкеміз арқылы 4-5 мұғалім талдырсақ, вообще нұр үстіне нұр болады. Ал қазіргі таңда қанша балаға сабақ бересіз сіз? Қазіргі таңда бізде 26 бала келеді, 2 топқа бөлеміз, кіші топ және үлкен топ қылып. Яғни әр топта 13 баладан, 12 баладан, себебі сенбі аптасына сенбі күні болғандықтан балаларға осы 2 топ 1 сағаттан
1 сағат кіші топқа, 1 сағат үлкен топқа сабақ береміз. Яғни қазақ тілінің балаларға үйретуінің мақсаты қазақ тілінде сөйлеу, қазақ тілінің мәдениетін, салт дәстүрінің, яғни баланың өзінің жаңағы қазақ тілде еркін сөйлеуіне, жазуына, оқуына ықпал етуге көмектесіп жатқан жайымыз бар. Ішке керек онда? домбыра сабақ. Домбыра сабағы болып жатыр ма қазір? Мына жақта міне қазір Мына жақта домбырадан сабақ беріп жатыр. Мәссаған. Ассалаумағалейкум жігіттер. Кедергі жасамай қойық, сіздер өз істеріңізбен айналыса беріңіздер. Осы жерде бізде Фатима Молдашева деген преподаватель Стэнфордда бар, қазақ тілінің сабағын беретін. Сол кісі екеуміз ойласып, қашан ашамыз қазақ тіл класс, осы жерде қазақ балдардың үйретуге, соны көп жылдан бері ойластырып жүргенбіз. Басында мен ойлағам гаражда жасаймын, өзім гаражымды обустроить етемін, сонымен жасаймыз дегенбіз ғой. Омен идеяны кейін қоя тұрдық, сонымен пандемия басталды, күш жинадық, демалдық, сонымен идеяны бастайық деп, сонымен алдыңғы жыл, 20 жылы бастадық, сонымен офиста табылып қалды, таныстардың арқасынан арзандырақ қылып бізге берді. Осы жердегі жерлік қазақтардың арқасынан, көмегінің арқасынан осы центр ашылды. Калифорнияда енді осындай орталық бір болғаннан кейін осы жердегі қолынан келген қазақтар қолдаса центрді, ертең біздің бала шағамыз қазақ екенін ұмытпасын. Осы жерде жастарға да бірдеңке жасағымыз келіп жатыр. Жастар өстіп, осы жерде танысып, үйленіп жатыр. Сол бір-біреумен танысатын жер болса, бір-біреумен араласатын жер болса, соны армандап жүрміз. Осы апайлар, ағайлардың арқасынан центр существовать етіп жатыр. Алтын күн, аспаны, Спортқа қатысты нақты өзің айналысып тәлім беріп жүрсің ғой балаларға. Үміт күттіре ма болашақта? өзім енді бала кезден әліппесінен бастадым ғой. Ол балаларға қазірше әліппесін үйретіп жатырмын. Қарқындар жақсы. Осы жақын арада бастаған өзінен уже әрқайсының өзінің іштерінде қазақтық рухтары бар, оянып жатыр, үйреніп жатыр, өздерін таланып, қазақ боксын, қазақтың спортын, көк туын осы Америка жүрсекте әлемге көтеремін деген балалардың іштерінен көрініп тұр. Көздері жанып тұр ғой, былай айтқанда. Керемет. Жауынгерлік қасиеттері түрлерінен, көздерінен көрініп тұр дейсің ғой. Көрініп тұр. Онда Раушан апай, біз кеттік онда. Орталықтың тыныс-тіршілігімен таныстық, керемет істеріңіз алға баса берсін дейміз. Өзге де қазақ бауырларымыз қосылып жаңадан осылай дәстүрімізді сақтап, мәдениетімізді сақтап, осылай бірлікте болайық әрдайым. Сіздерге рахмет. Рахмет үлкен. Жақсы. Келгендеріңе рахмет жігіттер. Еш оқасы жоқ. Кеттік онда, мадиармен шаршылайық. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар.